Саламатсыздар ма достар? Бүгін біз барша жастар мен балаларымыздың ең сүйікті асы болып үлгерген, қазіргі таңда хит болып жатқан Red бургеріміз және де Black бургеріміз дайындайтын боламыз. Бұл қазір дайындайтынымыз біздің Red бургеріміз. Ол үшін сіздерге қажетті үйдегі барлық табылатын заттарымыз, бізге тестамызға керекті заттар: ұн 550 грамм, 200 грамм сүтіміз, 150 грамм суымыз, 30 грамм сары майымыз, тұзымыз 10 грамм, және де 30 грамм құмшекеріміз, 10 грамм ашытқымыз. Және бізге керекті краситель, бұл қызыл краситель керек. Гелевый краситель қоссаңыздар да болады, және де мына порошковый краситель қоссаңыздар да болады. Қазір біз дайындаймыз, енді апарамызды дайындаймыз, қамырымыз жақсы көтеріліп, жақсы ашу үшін. Ол үшін бізге керегі 150 грамм шым-шым суымыз, оның дрожжымыз күйіп қалмау керек, қатты ыстық болып, дрожжымыз саламыз 10 грамм. Және де құмшекерімізден біз бір қасық, шай қасық қосатын боламыз. Міне осы апарамызды жақсылап араластырып 10 минутқа қоямыз, жақсы көтерілу үшін. Міне қазір біздің ашытқымыз дайын болып қалды. Енді дайындайтынымыз біздің тестамызға керекті заттар: жылы сүтіміз, қантымыз, тұзымыз қосып жақсылап араластырып аламыз. Қантымыз бен тұзымыз еру керек. Енді кезекте бізде сары майымыз еріген. Және де біздің қызыл красителіміз, менде Пакнар фирмасыныңкі, өте жақсы қызартады. Және де біздің дайын болған апарамызды қосамыз. Үш-төрт бөлікке бөліп, ұнымызды қосып араластырып аламыз. Осындай қоймалжың теста болған кезде біз ары қарап қолмен илейтін боламыз. Міне осындай қамыр болды бізде. Жақсылап илеп, өзі жұмсақ, әрі қолға жабыспайтын қамыр. Міне осыны қазір біз жылы жерге орап қоямыз. Жақсылап ашыған кезде бір қайтарып басып, тағы да орап қоямыз. Сол кезде қайтып ашыған кезде біздің тестамыз өте жұмсақ, әрі піскен кезде де жақсы көтерілетін болады. Енді бұл біздің бургеріміздің ортасындағы котлетіміз. Ол үшін бізге сиыр еті керек. Мен қазір мына жерде көрсететін жарты кило сиыр етіне дайындап көрсетемін. Сіздерге 10 дана шығу үшін 1 кило фаршымыз керек. Осы жарты килоға біз қосамыз 150 грамм соғы шыққан пиязымыз, міндетті түрде соғын шығарасыздар. Тұзымыз, және де бір ас қасық кетчупымыз керек. Болмаса үйде томатный соустарыңыз болса, соны қоссаңыздар болады. Және де бізде бір ас қасық кукурузный крахмал. Картофельный крахмал қоспаймыз, тек кукурузный крахмал алып қосамыз. Осылайша жақсылап араластырып,
формамызға әр котлетіміз біздің 120 граммнан болу керек, себебі піскеннен кейін котлетіміз кішірейеді, формасын өзгертеді. Біздің крахмалымыз қосылды. Осылай фаршымыз дайындалды. Осы фаршымызды 120 граммнан бөлеміз. Ол үшін бізге таразы керек. Осылай шариктерге дайындап аламыз 120 граммнан. Осылай шарик дайындаймыз. Және де оны біз өздеріңізге ыңғайлы болу үшін пищевая пленканы аламыз. Және де бұлай ыдысымыздың ішіне салып аламыз. Егер бұндай бізде ыдыс жоқ дейтін болсаңыздар, үлкен пластмасс қақпағы бар ыдыстарды алсаңыздар болады, тек банканың қақпағы болмайды. Нығыздап үстінен басып отырамыз. Біркелкі қылып. Осындай формамыз дайын болады бізде. Және осы формада пергамент қағазына төсеп, морозильникке салып қатырып алуымыз керек. Қатты болған біздің котлетіміз піскен кезде өзінің формасын сақтап қалады. Міне біздің формадағы шыққан котлеттеріміз осындай. Енді осыны біз қазір екі бетінен 7 минуттан майға пісіріп алып, одан кейін пергамент төселген қағазда противенімізге салып, жарты сағат духовкада пісіретін боламыз. Тек майда пісірмейміз, себебі қатты коршқа болып кетеді. Сол себептен екі бетін ғана 7 минуттан 15 минут қана пісіріп, духовкаға салатын боламыз. Қыздар, енді біз дайын болған котлетімізді міне осылай екі бетін панировочный сухариға аударып, қызып тұрған майымызда екі бетінен 7 минуттан қуырамыз. Одан кейін 7 минуттан екі беті қуырылғаннан кейін духовкаға жарты сағатқа салып пісіреміз. Мына қыздар, екі бетін 7 минуттан пісірдік қазір. Енді осылай барлығын пісіріп қаттап противенімізге жарты сағатқа 180 градуста пісіреміз. Осылайша дайын болады біздің котлетіміз, бургеріміздің. Мына қыздар, біздің қызыл бургеріміздің, ред бургеріміздің қамыры ашыды. Енді бұл қамырымызды біз 90 граммнан бөліп, шарик дайындап салатын боламыз. Ол үшін қолдарыңызды майлап алыңыздар. 90-100 граммның шамасында қамырларыңыз. Астына жинақтап, шарикке айналдырып, осылайша дайындаймыз. Мына қыздар, біздің бургеріміздің наны осылайша шариктерге бөлдік, 10 дана шықты, 90 граммнан әрқайсысы. Енді біз бетіне салфетка жауып, өздігінен демалуға 10-15 минутты қоямыз. Одан кейін 180 градуста 30-35 минут пісіреміз. Осылайша біздің бургеріміздің наны дайын болады. Мына қыздар, біздің бургеріміздің котлеті дайын. Екі бетін 7 минуттан майға пісірдік. Одан кейін духовкаға салып, жарты сағатқа пісіріп алдық 180 градуста. Міне осылайша біздің бургеріміздің котлеті дайын болады. Енді бургеріміздің өзін жинастыруды көрсетемін. Мына қыздар, біздің бургеріміздің наны дайын болды. Енді 10-15 минут тұрып, бетіне жұмыртқа жағып, күнжутын себеміз. Және де 180 градуста пісіреміз. Мына тұқым жақтағы енді күнжутымыз себеміз. Және де 180 градуста 35 минут, 30 минуттай пісіреміз.
Ал қыздар, міне біздің бургеріміздің наны да дайын, котлеті де дайын. Енді біз оны жинастырамыз. Ол үшін бізге кетчуп пен майонез осылай араластырамыз бірдей көлемде. Бұл біздің соусымыздың орнына болады. Кішкене горчица қоссаңыздар да болады. Енді біз горчицаны ұнатпаймыз, сол себептен тек кетчуп пен майонезден жасаймыз. Енді міне осындай жұмсақ, өте жұмсақ нанымыз дайын. Ол үшін кішкене жағып шығамыз. Нанның екі бетіне жағуымыз керек. Котлетімізді қоямыз. Огурцымызды қоямыз. Помидорымызды қоямыз. Біздің плавный сырымыз президент осындай түрі болады. Пластинка түрінде. Осыны қолданатын боламыз. Үстіне қоямыз. Салатын лист қоямыз. Және де біз келесі бетіне нанымыздың кетчуп пен майонезіміздің дайындалған массамызды салып, осылайша бекітеміз. Енді бұл бір қалыпты ұстап тұру үшін біз осындай петличкаға қоямыз. Зубочистка болмаса осындай. Міне осындай көлемде болады біздің бургеріміз. Дәл осылай біздің қара бургерімізді де дайындайтын боламыз. Балалардың өте сүйікті асы. Барлық бала қазір сүйсініп жейді бұл тағамды. Салатын листеміз қатты шығып кетпеу керек, сол себептен керегін алып тастайсыздар. Осылайша міне бургеріміз біздің дайын. Ас болсын қыздар.